Лашын құс туралы қызықты деректерді назарыңызға ұсынамыз. Лашын құстың жендеті дейді бабамыз. Халық лашын құсқа ауа қадірлі, жүйрік атқа дала қадірлі, атанаға бала қадірлі деген аталы сөзді тегін айтпаса керекті. Ұшқыр, жыртқыш құс лашын іле алқабының төменгі ағысында, Ертіс пен Есіл өзендерінің алабында, Алакөл, Қызылтұз, Зайсан көлдері маңында, Алтай, Алатау, Тарбағатай тауларының жанында кездеседі. Ірі сұңқырлардың өкілі лашынның салмағы 500 мың грамм. Денесінің ұзындығы 40-50 см, қанатының құлаушы 113 см, қанаттары жайылғандағы ұзындығы 90-100 см. Көзінің қарашығы қара, ал айналасы сары түсті. Көзінің астында ұзын қара түсті мұртша болады. Лашынның аяқтары қысқа және тырнақтары майысқан, өткір болып келеді. Жыртқыш құстың денесінің көлемі жұдырықтай ғана болғанымен, тұмсығы жолбарыстың қанатындай, құйрықтары сауысқандай ұзынша. Тұяқтарының ұшы егелген біздей өткір келеді. Бір сөзбен айтқанда, жұдырықтай, қайықтай, жолбарыс тырнағындай, біздей сауысқандай сынды бірнеше атаулар лашынға тән. Лашын қатты екпін алып құсқа шүйілгенде секундына 100 метрге дейін жылдамдықпен ұшалады екен. Жалпы сағатына 300 шақырым шапшаңдықпен шығады. Жерге өте сирек қонады. Сондай-ақ көбіне биік жартастарда, ағаш басында немесе үй үстінде демалады. Жемтігін ұшып жүріп аулайды. Басты қорегі торғай, қарға, кептер, шіл, кекілік, үйрек, қаз. Үнемі саятшылықпен айналысатын жыртқыш құсқа тек құс кербезі дуадақ қана алдырмайды. Ол ешқашан дуадақтың маңына жақындамайды. Жазушы Сәбит Мұқанов лашын атты әңгімесінде биікке самғап ұшатын құсты ерекше суреттейді. Қазақстанда Марқакөл шұңқырындағы ұясы белгілі. Ұялау алдында ауада түк шүйіліп, күрделі бұрылыстар жасап, әдемі құс ойнағын салады. 2-4 ашық сары жұмыртқаларын аналығы 28-30 күнде басып шығарады, аталығы оған жем тасиды. Қанаттанған балапандарын екеуі бірге қоректендіреді. Бұл сирек кездесетін құс.